Армысыздар дағайын құрметті YouTube көрермендері. Қазіргі таңда тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай егемен елдің жылнамасы жасалып, елеулі оқиғалар тізбектеліп жатыр. Тәуелсіздіктің құрдастары да ықыластан кенде қалып жатқан жоқ. Құба-құп ол дұрыс дейік. Десек те осы тәуелсіздікті жақындатқан кешегі кеңестік саясаттың шеңгелінде отырып ақ әрбір тетікке сыналап кіріп, елдік мүддені көздеген, елде көтерілген мәселелердің жоғарыдан шешімін табуына ықпал еткен, оның бір жағында алғашқы мұнай фонтанынан бастап біздің бүгінгі рызығымызды қолымызға жеткізіп берген аға ұрпақты ұмытуға әсте болмас. Сондықтан хабарымыздың бір-екі шығарылымын кешегі дәуірлер тоғысындағы сол кезде еңбек еткен аға буын өкілдеріне, еңбек адамдарына арнамақпыз. Солардың бірі мемлекет және қоғам қайраткері Қайролла Ережепов. Қош көрдік. Қайролла Жеткізгенұлы, Әбекеңнің кітабынан бастағым келіп отыр. Әбілқайыр Спан ағамыздың кітабына алғы сөзді Фариза Оңғарсынова жазған екен. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң баурайында күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды деген жолдары көңілге ұялайтын қазақтың халық әні бар. Ғажап. Біз айқайлап шығып, мен пәленмін, мен түгенмін дегендерді данышпан көреміз. Ал ұлы да ұтымды істер үндемей жүріп тындырылады. Дей келіп біраз нәрсені айтады, бұған біз кейін келеміз. Қайролланың елдің туған жердің мүдде мақсатын бір деңгейге қоятыны көп адамға өнеге болар қасиет. Елдің жағдайын жетік білетін ысылған саясаткер қай орта жүрсе де, қай құрлыққа барса да өз ұлтының перзенті болғанын мақтаныш ететін. Сөзін дәлелмен өріп, кім-кімді де мойындата алатын менің бауырым Қайролланы мен өз басым мақтан етемін. Қасиетті Маңғыстау топырағындағы шағын ауылда дүниеге келіп, Алаштың азаматы дәрежесіне көтерілген осындай бауырымыздың басқаша болуы мүмкін емес дейді Фариза апамыз. Бұл енді сізге ғана емес, Маңғыстауға берілген баға деп түсінем. Себебі біздің Маңғыстаудың төл перзенттері осылай болса керекті әрине. Ал енді сіздің мынау өткен өмір іздеріңізге, мына кітабыңызға келсек, өмір баспалдақтарында сіз Жетібай мен өзеннің өмірлік сабағы деген тарауыңыз бар екен сіздің. Яғни, менің түсінуіме болады ғой, сіздің жалпы өміріңізге сабақ болған, кейінгі мына үлкен саты дәрежеге көтеруіңізге баспалдақ басқыш болған, осы Жетібай мен өзеннің осы жердегі еңбек ұжымдарының сабағы деп. Соны айтпақсыз ғой. Мұнай газ барлау тресінің қарасты Жетібай мұнай газ барлау экспедициясы болды. Сол экспедицияда институтта оқып жүргенде әрбір курстан кейінгі практикада нақты жұмыс жасап үйреніп алған жерімізге оқып бітіргеннен кейін сонда келдім. Сөйтіп менің диплом алып келген алғашқы өзімнің азаматтық қадамым сол Жетібайдан басталды. Қарапайым бұрғышылық. Қарапайым бұрғышының көмекшісі. Біз 3 жыл қатарынан институттың жыл сайынғы курстан кейінгі практикада да сол жасасақ та дипломмен, инженерлік дипломмен келсекте міндетті түрде мұнай саласында ең төменгі сатыдан бастайсың. Сол уақытта және алдыңа айтады, міне сен бүгін осыдан бастайсың, 4-ші разрядта бөлшектің бұрғышының көмекшісің. Осыдан әрі қарай сен мынандай баспалдаққа өз аласың, ол үшін талпынуың керек, ұмытылуың керек, білуің керек, өзіңді өзің әзірлеуің керек, мені тәлімгерің деп қолымызға ұстатып береді. Бұл жалпы сол кездегі тәртіп болады. Сол кездегі тәртіп. Төменнен бастау керек. Иә. Мен сөйтіп сонда Жетібай елді мекенінде сол экспедицияда жұмыс жасап жүріп, өзімнің қоғамнан тыс комсомолдың тапсырмасыменен өзімнің институттан алып келген екінші бір мамандығы күрестің самбо дейтін түрі болды. Соған бүкіл Жетібайдың жастарын үйретуге қол қалдым, қоғамдық негізде. Міне бұл жұмысым аудандық көлемде, облыстық көлемде көзге шалынып, мына жастардың арасында беделі бар адам екен деп, содан барып, бір күні Өзен аудандық комсомол комитетінің екінші хатшылығына 72-ші жылы 10 сәуірде сайлап жіберді. Сөйтіп бұрғы жайына қалды, енді өйстіп қоғамдық саяси жұмысқа ауысып кетті. Енді сіз мына кітабыңызда Халел Өзбекқалиев туралы айтасыз. Мына Халел Өзбекқалиев атын сол меді, сол кезде сол тресте? Ол трес басшысы Халел Өзбекқалиев, ал экспедиция бастығы Тәжип Қасан болатын. Оны неге сұрап отырмын? Мына біздің төрімізде
Халел Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау политехникалық колледжі бар. Бірақ сол Халел Өзбекқалиевтің кім екенін көпшілік біле бермейді. Ол енді көпшілік деген уақытта бұны қазір екі бөліп айтайық. Сіз бен біз екеуміз екі ана ғасыр мен мына ғасырда ана қоғамдық формация мен мына қоғамдық формацияда өмір сүрдік. Ана қоғамдық формациядан қалған адамдар түгел біледі. Енді соныменен сіз бұрғышы емес, бұрғышылықпен қоштасып, мына мемлекеттік басқару жүйесінің алғашқы сатысы Комсомол, аудандық комсомол ұйымының екінші хатшысы. Сонда Өзен ол кезде тек қала емес, аудан болды ма? Ол кезде Өзен ауданы болатын. Өзен қаласы алдында ғана құрылғанына 4 жыл болған аудан орталығы болатын. Өзен ауданына ол уақытта жаңағы Ескі Өзен дейтінбіз ол уақытта. Өзен станциясы, ол қазір станция өзенге бірігіп кеткенмен ол уақытта олаша 2-3 километр жерде тұрған бөлек елді мекен болатын. Мына Жетібай, мына жақтағы Мұнайшы, Жетібай станциясы, Ералиев станциясы, қазіргі Құрық ол уақыттағы Ералиев елді мекені. Оның бір жанында мына біздің күні бүгінге Маңғыстау поселкесі дейміз ғой, соның темір жолдың арғы беті. Сол Өзен ауданына қарайтын. Ол уақытта Маңғышлақ жоқ. Гурьевке қараймыз. Гурьевке қараймыз. Иә. Сонда Гурьевке қарағанда бұл Маңғышлақ облысы, е болмаса Маңғыстау ауданы емес, Гурьевке қарағанда біз қалай аталдық? Біз Гурьев облысының Өзен ауданы болдық. Гурьев облысының Өзен ауданы, Гурьев облысының Шевченко қаласы, Гурьев облысының Маңғыстау ауданы, Гурьев облысының Форт Шевченко қаласы болды. Ол уақытта Ералиев ауданы, Бейнеу ауданы дейтіндер жоқ. Түпқараған жоқ. Соныменен мына жас келсе іске дейді, сіздің бұл бір құтты қадамыңыз бекен. 73 жылы біз бөлінеміз Гурьевтен. Киелі қара шаңырақ көтерілді көктіріп деп мақтана жазыпсыз. Сол жылға келейікші қысқаша ғана. Бір күнде Шевченко бізге қонайып бастаған үлкен басшылар келіп, сосын өзімен бірге ол уақытта Орық бюро дейді, ұйымдастыру бюросы дейтін облыстың болашақ басшыларын алып келіп, соған ол жиналысқа әрине жаңағы лауазым үлкен қажет адамдарын шақыртты. Сөйтіп отқанша бізге де тапсырма келді, маған сен де ертең Шевченкоға жүресің. Себебі комсомолдың Орық бюросы болады, ұйымдастыру бюросы, оны Камалетдинов республикалық комсомол комитетінің бірінші хатшысы жүргізеді. Сен де барасың деді. Сөйтіп ертесіне жаңағы облыстың басшылары құрылғаннан кейін, бір күннен кейін облыстық комсомол ұйымының ұйымдастыру жиналысы болып, мені сол жаңа облыстық ұйымның ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі қылып бекітіп кетті. Яғни бұл дербес өзіңмен өзің болудың, ол өзіңдікі, байлығыңда өзіңде, билігіңде өзіңде дегенмен әрине біз бәрібір тона Москваға қарап жалтақтаған. Ол жерде енді өзіңдікі дегеннен шығады. Ол уақытта өзімдікі дейтін әңгіме жоқ. Қазір өзімдікі дейтін әңгіме бар. Ол уақытта бүкіл елдікі, бірақ соның ішіндегі осы аймаққа жауапты біз. Осы аймақтың абырой беделін көрсетелетін, сол арқылы халықтың әлеуметтік жағдайын шеше алатын, халықты ілгері қарай өрге сүйрей алатын біз дейтін бізге жауапкершілік артылды, жүктелді. Солай болды, соны атқару керек. Жаңа аудан құрылды, аудандар құрылды дедіңіз. Мана енді Өзен ауданына, манағына, Ералыда барлығы да қараған екен. Енді осыдан кейін құрылған жаңа ауданның бірі Мұнайлы ауданы. Мұнайлы ауданы 80 жылы мына Қаражанбас Қаламқас кен орны ашылуына байланысты құрылды. 80 жылдың қараша айында. Оның басы қасында Тергеу Айдарханов жүрді деп жазыпсыз кітапта. Қысқаша айта кетсеңіз. Сол біріншіден ол тек бір күнде кен орны ашылып, бір күнде аудан құрыла қойылған жоқ. Әуелі мынау мұнай газ барлау жаңағы Өзбекқалиев бастаған трес азаматтары ашты. Енді ол ашып жатқаннан кейін олар өндіріс адамдары тікелей ол жаңағы Ералиев ауданына қарады. Ал енді сол кен орындары қайда қарайды болып келгенде оны бізге Шевченкоға бағындырды. Сол уақытта мен жаңа қалалық партия комитетінің ұйымдастыру бөлімінен
қалалық партия комитетінің екінші хатшысы болып жұмысқа ауысқанмын. Олай деген сөз бүкіл өндіріс, құрылыс, транспорт, энергетика, байланыс барлығын маған қарайтын. Сол себепті енді жаңағы Қаражанбас Қаламқастағы жұмыс қалай жүріп жатыр. Сол енді игерілуі кешегі батқан жоқ қой. Оның да бәрі мерзімі бар. Сол Шевченкоге тапсырып, Шевченкоден маған қарады. Бұл енді оңай болмады. Ол уақытта жол жоқ, жол жаңа ғана салынып жатыр. Бүкіл Қазақстан болып, Қаражанбас Қаламқасқа салынып жатыр жолды. Бүкіл Қазақстан болып. Ал біздің жаңағы Шевченконың аймағы үш жүр ғой енді. Ол уақытта қазіргі қаласында бірнеше есе кіші. Сөйтіп мен Қаражанбас Қаламқас және оның үстіне мұнайшысын дейтіні бар мамандардың. Соған орысша айтқанда куратор болып жасап жүргенде барып, 80-де аудан құрылып, Тергеу Айдарханов бастаған орталығы мына жерде Маңғыстау станциясы болып, сөйтіп бұл ауданнан бұл міндеттен бозашының мен сөйтіп құтылғанмын. Құтылдым деген мен енді ана кітаптың ішінде жазылған бар, 4 жылдан кейін сол ауданға бәрібір қайта бардыңыз. Енді сол азаматтардың, ағаларымыздың еңбектерін айта кету, атай кету ғой, бұл жерде бір жағынан. Сіз қалай болғанда да сол жерге қайта бардыңыз, енді көп кешікпей оның барлығын айтып отыру мүмкін емес. Менің айтпағым, сөйтіп енді мінекей ол аудан болғаннан кейін, дербес мұнайлы аудан болғаннан кейін, енді әрине, бір жағы темір жол, бір жағы мұнай. Халықтың жалпы мынау облыс бөлінгеннен кейін әл-ауқаты артып, керемет болып, енді жаңағыдай болып келе жатқан кезде 88 жылы жағымсыз хабар естисіздер. Облыстар айтты. Біріншіден енді жаңағы сіз айтқан халықтың пайдасы деп, бұл Мұнайлы ауданының халыққа орасан зор пайдасы дейді. Орасан зор дейтініміз себебі бұрын Шевченко қаласының 93-94% халықтың басқа тілде сөйлейтін басқа ұлт өкілдері болатын. Ал енді мына қазақ ұлты негізінен сол белгілі бір қызметтегі адамдар болатын. Сол мұнайдың арқасында біздер 86 жылы бұрын анау Қаражанбас кен орнында Ту-134, Ан-24 сияқты самолеттер отырылатын ұшақ алаңы бар. Соны қабылдайтын құралдары болды. Сол анау Краснодардан, Грознойдан, Мақашқаладан, Волгоградтан, Орджоникидзеден самолеттер сонда келіп, жұмысшыларын сонда келетін. Ол жұмысшылардың ішінде бәрі бір жоғары дәрежелердегі тек қана мұнайшы емес, оның ішінде техникалық жұмыстармен дайындалатын түрлі қарапайым жұмыскерлер де болатын. Міне біз соны 86 жылы осы жерде сол кездегі өнеркәсіпті бастап жүрген, басқасында жүрген қиыны өте бар. Сосын облыстық Маңғыстау мұнай-газының басшысы Бекбосынов бар, облыс басшылары марапаттарымен келістік те, инициатива біздікі аудан. Түгел жаңағы 600 адамды бір жазда жаңағы ұшып келетін. Жергілікті халыққа ауыстырдық. Жергілікті халық дегеніміз кім? Ол бұна бүкіл біздің селолық аудандарда тұратын халық. Олар жұмыссыз қалған. Ол бірінші. Екінші, 89 жылғы өзен оқиғасын пайдалана отырып, солардың мұнда қалаға келуіне жағдай жасадық. Сөйтіп үлкен Мұнайлы ауданының халыққа тарихи пайдасы тиді. Пайдасы тиді. Және соның арқасында ана жақтардан келетін жұмысшыларға тосқауыл қайтарып жібердік. Сонда бұл уақытта мен бұрынғы Мұнайлы ауданының бірінші хатшысы едім. Облыспен бірге біздің аудан тарап, сосын және мына облыс ол уақытта мына Шевченко қаласында кәсіпорындардың бір қатары бізге бір Мұнайлы ауданына қарайтын. Мұнайлы ауданының кәсіпорындары бар. Міне осылардың барлығы бізге қарап тұрғаннан кейін мына облыстық партия комитетінің адамдарына және қалып кетті де, түгел мына облыстық деңгейдегі жұмыстан босаған адамдарды жұмысқа орналастыру маған тапсырылды. Себебі ана аудан облыстан гөрі бір айдай кейін тарадық. Солардың бәрін жұмысқа орналастырып, ең соңында бір отырғышпен өзіңіз қалдыңыз. Бір отырғыш, бір телефонмен өзің қалған жағдайым. Әбілқайыр ағамыз да айтады,
сол кезде мына басшылық құрамдағы әрбір мекеме жаңағыдай құрылған, осы мұнайлыға қарайтын барлық мекемедегі басшылық құрамнан бастап еден жуатын адамдарға дейін түгел басқа жаққа әйтеуір бір тетікке бір жерге орналастырып болып, ең соңында жалғыз адам қалды, ол Қайролла Ережеп дейді. Бір отырғышыменен бір телефонымен қалған деп. Міне бұның өзі кешегі тарих бір қиын сәт болды. Енді 88 ғой бұл. Бұл осы тарағаннан кейін мінекей айтулы 89 жыл келе жатыр. Солай ғой. Тарихта Жаңаөзен 89 атауымен қалған. Ал сол жылды айтуымыз керек пе, қалай ойлайсыз? Неге айтпасқа? Ол бір... Дұрыс айтасыз? Осыны аттап кетуді қалайды кейбіреулер. Желтоқсан оқиғасыменен Жаңаөзен 89-ды аттап, ол тарихты ана жаққа ысырып тастағысы келеді күресінге. Желтоқсан айтып отырған 86 жылы желтоқсан ба? Иә. Енді оны айтпай-ақ қояр. Одан қорқатындар көп. Мына 89-дан да айтуға жалтақтайтындар бар ғой. Енді жаңғыз адам жалтақтаса, мен кішкене былайлау көрінді ме дейтін болмаса, ана 86-тағыдай мойындарында жауапкершілік жоқ. Әрине, ал енді мен бұны бекер сұрап отырған жоқпын, сіздің осы ойыңызды білгім келіп еді. Міне, сіздерге ең қиын, әсіресе сізге ең қиын болғаны, міне, мұнайлы әрқайсысы тарап жатыр. Жаңағы айтқандай жан-жақтан келеді. Әбекеңнің кітабында айтқандай, ол кезде қаптауынан келгендер көп еді дейді. Жұмыссыз қалып жатыр көп адам. Жағдай ушығып бара жатыр. Оның үстіне облыста үлкен бір ауданда тарады. Енді сол халықтың ішіндегі анау-мынау ашудың барлығы енді бұрқ еткізеді ғой, солай емес пе? Ең қиыны не болды сол кезде сіздер үшін? Енді ол кезде мына қазіргідей жұмыссыздықтан емес, жұмыс болды. Жұмыспен жұртты қамтамасыз еттік. Жаңа айттым ғой, ауылдың адамдарын алдық деп. Кешіріңіз, ол уақытта жұмыссыздық дейтін мәселе көп жоқ. Көп жоқ емес, жалпы жоқ. Жаңа ауылдың адамдарымыз қалай мұнай жылдық? Мына қазіргі жаңа сіз айтып отырған Қалел Өзбек Қалиев атындағы қазіргі техникалық колледж ол уақытта нөмірі 11-ші профтех училище болды. Мұнайшы мамандар дайындайтын. Ауылдан келген азаматтарды солардан оқудан өзіміз өткізіп алып, мұнайға керек мамандарды өзіміз қолдан жасап алдық. Жұмыссыздық дейтін ол уақытта болған. Бірден лап еткен дүниені тоқтату оңай емес қой. Сол кезде сіз Кекбай Рзаханов ағамыз екеуіңіз бір өкілдік қызмет атқарыпсыз. Иә? Анда бар да, мында бар деп өкіл ретінде жұмсаған екен сіздерді көбіне. Ол уақытта мынау жаңа алдында 88 жылы ауданын тарап кетіп, ол уақытта жаңа Өрипке жұмысқа шақыруын шақырды да, сосын жеме-жемге келгенде ол жұмысын маған қимай қалды ма, өздерінің Алматыдан әкелген адамын қойып, жандары қиналып жатқанын көрдім де, сосын мен рұқсат сұрадым. Мына облысты аудан таратып жатқан сіздер емес қой, облыстың басшылары. Мамандығым бар, мұнайшымын. Ел ортасында күнді көруге рұқсат беріңіз деп, рұқсат сұрап алып келдім де, үш жерде сол балама негізде Қаламқас мұнай-газ кен орнының партия комитетінің хатшысы болып. Енді кен орнының. Енді бастауыш партияның, бұрынғы ауданының тек бір бастауыш ұйымының хатшысы болып жүрген уақытым ғой. Соған жаңа ғана өзендерде коменданттық сағат болды. Жетібайда да халық бір-бірінен тікке тұрып қалды. Қазіргі құрығымыз Ералымызда да сол халық бір-біріне ала көзденіп жатты. Міне осы уақытта Маңғыстау елді мекенінде енді бас ұлт өкілдері көп болмағанмен, халық ана жақтағы болып отқан жағдайларға байланысты қанша дегенмен әркімнің басында, жанұясында әрқайсының мүдделі мәселелер шешілмей жүрген көп. Қазіргі бізде енді Қазақстанда қазір 3-4 партияның атын айтып жүр ғой. Сен партия мүшесісің, сен бар ана елді мекенде қалыптықты тәртіпке шақырып кел десе, бір адам соған баратынына мен үлкен күмәнданамын қатардағы. Біз ол уақытта Кекбай Рзаханов екеуміз қалалық партия комитетінің мүшесіміз. Ол кісі бір мекемеде орынбасар. Мен жаңағы бұрынғы сол ауданның басшысы болғанмен енді қатардағы партия комитетінің хатшысымын. Сол екеуміз ана бар, ана станция Маңғышлаққа барыңдар, халықпен сөйлесіңдер, түсіндіріңдер, тынышталдырыңдар деді. Бірінші күні бардық, тыныштандырдық, сөйлестік, қайтып келдік.
ертесіне тағы сондай болғасын, енді қаланың екі басшысы Баев Николай Иванович пен Татанбаев Совет Алтайбек екеуі Қызылтөбеге жіберді. Енді біз Киікбарзы қаш, сосын жаңағы мен Меңдеш Салихов үшеумізді темір жол бетіне жіберді. Ал енді барып сөйлесіңдер деп. Сөйтіп өкіл болып жүрдіңіз, сіздердің қызметтеріңізді Әбілқайыр Спанов ағамыз, мен мұнан оқығым келіп отыр, былай деп суреттейді сол кезде. Тап осы жерде анда да мында да неге Қайролла Ережепов және Ережеповтер жұмсала берді деген сауалдың астарына тоқталуға тура келеді дейді. Қайткен күнде де бейбіт халықпен мәмілеге келу керек, ол үшін елшілікке еліне сөз өтетін салмағы бар адам керек деп біраз нәрсені айтып кетеді, оған тоқталмай-ақ қояйын. Мылтығын кезенген әй кәпір республиканың ішкі істер министрі генерал Князевтің ақырғанына да бола қоймаған. Талай ұлықтардың айтқандарына бола қоймаған халық Нәсіпқали Марабаев, Нұрлыхан Бекбосынов, Қайролла Ережепов, Сайын Шапағатов сияқты өздеріне қадір арттырған азаматтардың сөздеріне құлақ түріп ойыды. Жасанған әскерге бірнеше күн бойы мойынсынбаған, енді болмаса жағаласып өлуге дайын тұрған халық орталарына Әбіш Кекілбаев, Зейнолла Қабдолов, Әнуар Әлімжанов сынды рухани ұстындары келгенде сабаларына түсіп, қариялар ақсақалды бастарын шұлғып, мәміле әңгімеге тоқтады. Міне, өрекпеген елдің алдына шығарда Ережеповтердің үкімет пен партияға өте қажет болғаны осы еді дейді. Осы манағы қадірлі адамдардың сөзінің жүріп, сөзге ойып, жайлап халықтың мәмілеге келе бастағаны анық қой. Сонда жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Егер осы мына бүгінгі жаңағы аталып жүрген партиялардан біреулердің бара қоюына менің күмәнім бар дедіңіз. Ал ол кезде қандай ашынып, тіпті ана қаруға болмай тұрған халық осы азаматтардың өздеріңіздің сөздеріңізге иланған екен. Осы жерде мен бір нәрсе айта кеткім келеді. Неге бұл менің хабарымның мақсаты да мінекей тәуелсіз елміз, тәуелсіздіктің қадір қасиеті деп жатырмыз. Егер сабақ алу керек дейтін болса, сол кездегі әрине ол қоғамды, ана формацияны, кешегі партияны қанша жамандағанымызбенен жамандап жатырмыз, жамандайтын реті бар. Бірақ сол кездегі әр тетіктегі қазақ азаматтары елмен бірге еді. Келсесіз ғой. Олар қандай да бір мәселеде өзінің жаңағы ұлттық болмысын, осы елге халыққа болсыншы деп, елдің азаматтары көтерген мәселенің сол бір жолын тауып кетуіне ықпал етіп жүрген, жалпы сол кезде халықпенен бірен-саран өздеріңіз сияқты азаматтардың ниеттері бір еді. Ол уақытта тәртіп бәрі тәртіп. Ол тек қана партия емес, жаңағы қазір біреулер Кеңес одағын, партиясын, сол кездің басшыларын комсомол тұп қала берді, пионер әкебіреттерге дейін тіл тигізіп жатады. Оның бәрі сол ана жастарды болашаққа бағыттау, болашаққа тәрбиелеу, патриоттыққа, елдікті білуді, ұғындыруға тәрбиелеу. Сол жеме-жем келгенде бәрі тәртіпке бағындырылады. Тәртіп айтылды, жауапкершілік бар, істеу керек. Сол себепті ол уақытта міндетті түрде жаңа халықпен тіл табысуың керек. Халыққа түсіндіруің керек. Кез келген басшыны қазір ана жақтан бітіріп келді, мына жақтан бітіріп келді деп, жаңағы кешегі дүкеншіні бүгін министр қылып, болмаса кешегі арақ сатып жүрген адамды мұнайшы алады дейтінде ол жоқ. Ол уақытта кез келген лауазымға келетін адам барлық баспалдақтардан өтіп келеді. Сол себепті ол өзінің халықтың алдына барғанда не айтып не қоятынын анық білетін адам. Қалай болғанда да сол кездің сол тәртібіменен жауапкершілігі бүгінде жетіспейді. Ол анық қой. Енді соныменен бұл 89 жыл ғой. 89 жылдың соңына қарай желтоқсан айы екен, мынау жоғары кеңестің депутаттығына кандидаттар іріктелетіні. 89-дың? Жоқ, 90-ның басы. 90-ның басы. 89-ның соңғы күндері, 90-ның алғашқы күндері. 7 адам депутат болып сайланып бардық. Елдің аманатын арқалап кеттіңіздер. Қандай аманат еді? Ол уақытта әр сайлау округінің сайлаушылары өзі қандай аманат берем дейді. Ол өзінің қақы, әр қайсының
енді ол әрқайсымызда үлкен тізім бар, но бірақ барлығының ортақ бір аманат бұл кешегі тарап кеткен облысты қайтару.